көпмүшені қалай іріктейміз? Қараңыз, егер функцияның берілген, көпмүшенің берілген соңғы санына назар аударасыз. Мысалы, менде бұл жерде минус яғни 3 деген сан, алдында таңбасына назар аударыңыз, қойыңыз. 3 деген сан. Енді 3 қандай сандарға бөлінеді? Қалдықсыз, бүтін. 3 1-ге бөлінеді, 3 минус 1-ге бөлінеді. Және 3 қаншаға бөлінеді? 3-ке бөлінеді. Және 3 минус 3-ке бөлінеді. Сонда менде бөлінгіштігі k деген сан деп алайық. Осы 3-тің бөлінетін сандар. K бөлінеді сонда. Плюс минус 1-ге және k бөлінеді плюс минус 3-ке. Енді осы айтқан сандарды орнына қойып көрейін. Егер менде қайсы санды қойғанда 0-ге тең болса, сол алған саным сол теңдеудің түбірі болып табылады. Бүтін түбірі болып табылады. Мысалы, f бірінші 1-ден бастайын. 1-ді қойайын. 1-дің 5 дәрежесі 1 болады. 1-дің 4 дәрежесі 1 болады. 1-дің минус 6 болады. Минус 14 болады. Және минус 11 болады. Минус 3 болады. Енді есептеп көріңіз. Мынаның бәрін қоссаңыз, сізде 2 деген сан болады. 2-ге минус 6-ны қоссаңыз, минус 4. Минус 4-ке 14-ті қоссаңыз, минус 18. Минус 18-ге минус 11-ді қоссаңыз, 29. 29-ға минус 3-ті қоссаңыз, минус 32. Минус 32 деген сан бізге 0-ге тең бола алмайды. Сондықтан мұна 1 деген теңдеудің шешімі болып, бүтін шешімі болып табылмайды. Енді екінші минус 1-ді алып қарап көрейік. Минус 1-ді қоямыз орнына. Сонда минус 1-дің 5 дәрежесі минус болады. Өйткені минус санның тақ дәрежесі ол бізде минус 1-ді 5 рет көбейт деген сөз өзіне. Минус 1, минус 1, минус 1, минус 1. Енді минус 1-ді минус 1-ға өтсек плюс болады. Плюсті минусқа өтсек минус болады. Минус минусқа өтсек плюс болады. Плюсті минусқа өтсек минус болады. Сонда мына жерде минус деген сан. Минус 1-дің шығады. Жұп дәрежесі, минус 1-дің 4 дәрежесі, жұп дәрежесі ол плюс 1-ді береді. Плюс 1, минус плюс болады. Минус 14, мына жерде плюс 11 болады. Минус 3 болады. Енді есептеп көрейік. 1-мен 1 қысқарады. Мұнаған плюс 6-ға плюс 11-ді қоссаңыз, плюс 17. Ал минус 14-ке минус 3-ті қоссаңыз, минус 17. Екеуін қоссаңыз 0 болады. Сонда мұна минус 1 деген бірінші шешім болып табылады екен. Бүтін шешімі минус 1-ге тең екен. Енді арға іздейік. 3-ті ойып көрейік. 3-тің 5 дәрежесі. 3-тің 5 дәрежесі көбейтілген 3-тің 4 дәрежесі. 6 көбейтілген 3-тің кубы. Минус 14 көбейтілген 3-тің квадраты. Минус 11 көбейтілген 3, минус 3. Егер осыларды есептеп шықсаңыз, сізде есептеп шықсаңыз, сізде 0 болады екен. 3-тің 5 дәрежесі 243, оған 81-ді қосасыз. Оған 27-ні 3-ге 6-ға көбейтіп барлығын есептеп шықсаңыз, егер осы теңдеулерді есептеп қосып көбейтіп шықсаңыз, сізде 0 болады екен. Сонда екінші айтамыз. Екінші түбірі бізде 3 болады екен. Енді минус 3-ті қойып тексеріп көрейік. Минус 3-ті қойып тексеріп көрейік. Минус 3-тің 5 дәрежесі. Минус 3-тің 5 дәрежесі. Қосылған 3-тің 4 дәрежесі. 6 көбейтілген минус 3-тің 3 дәрежесі. Минус 14 көбейтілген минус 3-тің квадраты. Минус 11 көбейтілген минус 3. Азайтылған минус 3. Бұны қойсаңыз 0-ге тең бола алмайды. Сонда сіздің өрнегіңіздің жауабы, бүтін шешімдері, немесе жауабы болады екен минус 1 және 3 деген екі шешім жауабы болады екен осы өрнекте.